Енді айтқым келгені, сол Арафа күні елімізде оны кей жерлерде Арапа күні дейді, кей жерлерде иш шығару күні дейді, кейбір жерлерде шек беру деп айтылып жатыр. Шек беру. Шек беру деген не ол? Мысалы, құрбан болған, жаңа қайтыс болған ата-бабаларымыз бар ғой. Біреудің әкесі қайтыс болған, біреудің анасы қайтыс болған, біреудің тағы атасы. Соларды сол шек беру күнде бір кісілер уақытысында сондай ұсыныс айтқан болуы мүмкін. Кіріп кеткен сол нәрсе. Арапаға бір күн, жаңа құрбан айтқа бір күн қалған күні шек береді. Тур жаңағыдай жүйеде құрбандық шалады, қой немесе үлкен қара малды шалады да, соны жаңа марқұм болған атасының атынан, әкесінің атынан немесе анау ағасының атынан соны таратып садақа береді. Соны шек беру деп айтады. Енді айтқымыз келіп жатқаны маман ретінде, былайша айтқан кезде қазақта сөз бар ғой, бір оқпен екі қоян ату деген мәселе бар да. Ақыры шалады екенсің. Шынымен бір мал шалынайын деп жатыр құрбандыққа. Бір күн арысы беріс дейді ғой қазақ. Мысалы, ертең құрбан айт болса, бүгін шек күнде демек, бүгін Арафа күні. Дәл осы күні егер сойылса қазір мал, ол құрбандық есептелінбейді. Оны қалай келтірсе де келмейді ол. Расулаллах айтқан, айт намазға дейінгі шалынған мал ол ет болып қалады деген. Құрбандыққа өтпейді деген. Құрбан айт намаз оқылады. Айт намаздан кейін ары қарай 3 күннің ішінде сойылған малды ниетіне қарай құрбандыққа есептелінеді. 3 күн. Демек жаңа сол шек деген нәрсені мен айтқым келгені, соны бір күнге сырсада мына жақ қарай. Жаңа құрбан айттың бірінші күні орындасын. Бірінші күні мүмкіншілік болмаса, екінші күн немесе үшінші күні. Әрі сол марқұм болған әкесіне соның сауабын жолдай алады. Әрі құрбандық биыл шалды деген уәжіп мойнынан түсіріледі ол адамның. Әрі бала шағасының басының амандығына кепіл болады келесі жылға шейін сол шалған құрбандық иншалла.